естелігі бар, есіңде қалар өмір керемет. Оңайда қиын бәрінде көрген өмір керемет. Күткенің келіп аяңдап өтер қайран күндер ай. Болса да бір сәт күлімдеп жүрген өмір керемет. Болса да бір сәт күлімдеп жүрген өмір керемет. Ассалаумағалейкум. Менің есімім Мержан. Ақтөбе облысы Байғайын ауданы Қаражар ауылы өзімнің туып өскен аймағында дәл қазір тұрмын. Қазіргі уақытта мал шаруашылығымен айналысамын. Содан кейін Байғайын ауданында көлік жөндеу орталығымыз бар. Жеке кәсіпкермін. Осы видеоны көріп отырсаңыз, менің каналыма қош келдіңіз. Мен бірінші рет осы YouTube канал ашып, бірінші видеомды соған жіберейін деп жатырмын. Жалпы каналымның аты Азат. Өйткені өзім сол өмірлік таңдауым сол еркін өмір сүру, азат өмір сүру, яғни рухани азаттыққа жету. Сол бет бұрысымды сол ауылдан, өзімнің туған жерімнен бастадым. Қазір Құдайға шүкір, соған бірдеңе айтуға бір кідеті 5% болсын ауыл шаруашылығымен, жем шөппен айналысып отырғанымызға 7 жылдың төңірегі болды. Кішкене болса да тәжірибеміз бар деп ойлаймын. Қазір әлеуметтік желіде болсын, былай шығып жүргенде, қалаға барғанда, ауданға барғанда көп таныстарым сұрайтын болған, мен өзімнің тәжірибеме байланысты ауылға баруға бола ма, ауылда қандай мүмкіндіктер бар, ауылда табыс табуға бола ма, ауылға көшіп барсам қалай болады деген сияқты екі ойлы болып өзінің шешімін таба алмай жүрген сондай азаматтар көбейген. Жалпы менің тәжірибемде енді өзім мен әуелі ауылдан көшіп кетіп, сосын ондаған жылдардан кейін қайтып келіп, ауылға келіп, сосын сол өзімнің мал шаруашылығымды бастап, арнайы бір кішкентай үй сатып алып, астындағы көлігімді сатып, соған бір 3-4 бас мал сатып алып, сөйтіп бастаған болатынмын. Содан енді ары қарай өзімнің көзқарасыммен әйтеуір бір жақсы нәтижеге жеткеннен кейін адамдар уже менен сұрай бастады. О, қалай ауылға барсам қалай болады, сондай кәсіп бастасам қалай болады деген сияқты. Сондықтан енді барымша кездескен жерде барлығына айта аламын, бірақ көп адамның көкейінде жүрген сұрақ болғандықтан мен осы каналды әдейі аштым. Сол сұрақтарға жауап берейін, мүмкін мен қоғамға, жалпы қазіргі жастарға, өзіммен қарайлас адамдарға бір пайдам тиіп қалар, ықпалым тиіп қалар жақсы өмір сүруіне, еркіндікке жетуіне деген сияқты оймен қазір осыны ашып отырмын. Бұл каналда тек мал туралы, ауыл туралы айтыла бермейді, жалпы түрлі бағытта айтылады. Бірақ жалпы өзімнің кәсібімнің айналасында айтатын боламын. Менің ойымша еркін өмір ешкімге дайын күйінде берілмейді. Ешкім сізге еркіндікті деп бере салмайды. Сондықтан адам өзінің еңбегімен, өзінің күшімен, ойымен, жігерімен жетеді деп ойлаймын. Еркіндік тек қана дүние пайда болғанда ғана болмайды. Сонымен қатар рухани азық алу, тағы қосымда сондай бір үлкен еңбекті талап ететін еркіндік, азаттық деген ұғым. Өмір адам қашан өзі таңдап, соны қалағанда ғана қалыптасады деп ойлаймын. Сондықтан осы каналда мен өзімнің барлық осыған дейінгі жеткен тәжірибемді, жалпы ауыл өмірін, мал шаруашылығы деген сияқты барлығын ашып көрсетемін. Егер шынымен де сізге ауылдың өмірі қызық болса, ауылдың мүмкіншіліктерін көргіңіз келсе, осындай жақсы деңгейге жетуге мол мүмкіншілігі бар екен білгіңіз келсе, бізбен бірге болыңыз, ары қарай осыны талқылаймыз. Жалпы барынша қоғамға пайдалырақ болуға тырысамыз. Басталды, кеттік. Мынау ауламызда тұрған сауын сиырлар, бұзаулары кешкісін келеді. Соны
сауат сүтін, қаймағын, айранын, құртын, ірімшігін пайдаланады. Бұл үйге тек қана өзімізге, өзіміздің балаларға алып қалған сиырлар, бұзаулар. Бұл қандай депозит дейсің ғой. Міне бұл көктемде пайда болды бұзау. Ертең күзде ала бұйырса, әрқайсысы 300 мыңның көлемінде болады. Одан кейін оған тиіспесең, келесі жылы бұл 500 мың болады. Одан мынаның енелері қайттан бір бұзау туып береді. Олар қайтадан 300 мың болады. Не деген енді көзге ұрып тұрған депозит. Енді сондай бір мықты өсім, әрине бір оп-оңай көз алдыңда өсе бермейді. Оның бір өзінің қиыншылықтары, табандылық көрсету кездері, жалпы ауыртпашылықтары, ойды, жүйені талап ететін жалпы жұмыс. Сондықтан бұны да келіп тек мынау бәлем болады екен, тарс-тарс тек 6-дан 12, 12-ден 24, 24-тен 48 болады екен деп кірісіп кетуге болмайды. Әбден зерттеп, қарап, талқылап, ой елегінен өткізіп, өзіңнің мүмкіншіліктерінің барлығын қарап, солай кіріскен дұрыс. Бірақ мынау қиын екен деп үйде диванда жата беруге де болмайды. Одан кейін мынау тай үйдегі ілімнің үйретіп мініп атқан. Ауылдағы өмір осы. Бұйырса ары қарай жалғастырамыз. Жалпы депозиттің кішігірім несін айтып атқаным ғой. Ауылдағы қалай өсім. Одан кейін мына бір депозит. Тәті. Бота көз. Бұл сразу ертең күзде 300, бұл 500-600 мың болады сразу. Одан кейін келесі жылы миллион болады.